Жартастар желмен тілдесетін, тұма бұлақтардың суынан мәңгіліктің табы сезілетін, осынау мекенге бір заманда шашына қырау түскен бәдішшілер мен абыздар келген екен. Сонда олар, бұл жерде әлемдер тоғысады деген, бірақ олар мұнда қабырға тұрғызбаған. Олардың ғибадатханасы ашық аспан астында болды. Тас олардың сөзіне айналды, ал қашау мінәжатына. Олар шөлдің табы сіңген қоңыр жартастарға Тәңірінің, аңдардың бейнесін, жер мен көкті жалғайтын киелі белгілерді айрықша тағзыммен қашап қалдырды. Ғасырлар зулап өтті. Бұл жерге талай тайпа мен халық келді. Сол көне абыздардың есімдері әлдеқашан ұмыт қалды. Бірақ ең бастысы әрдайым сақталды. Сол бір көркем де қатал өлкенің үстінен күн әлі де баяғыша көтеріліп келеді. Және мұнда келген әр адам бұл жердің өзгеше екенін, бұл жердің тірі екенін іштей сезеді. Осында жасалған да, айтылған да ешқайда жоғалған жоқ, үнсіз қалмады. Сөйтіп қабырғасыз ғибадатхана әлі де мызғымай тұр. Мұнда бүгін де аспан мен жер, адам мен көне тәңірлер тоғысады. Ал егер құлақ түре тыңдасаң, шатқалдың тылсым тыныштығынан сол баяғы ежелгі сұхбаттың әлі жалғасып жатқанын естуге болады. Оны алғаш осы таңбаларды қашаған шеберлер бастаған еді. Содан бері бұл жерге келген әрбір жан өзі аңғармаған күйде сол үн қатысудың бір бөлшегіне айналады. Өйткені бұл мекен тек бейнелерді ғана емес, жүздесудің киесін де сақтап тұр. Көк аспан, нұрлы тәңір мүсіндерінің үстінде айналып тұрған шақта, осы таңбаларды қашағандар мен оларды қайта тануға ұмтылғандардың арасын жалғаған уақыттың көзге көрінбес жібі ешқашан үзілмейді.